Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 72-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түбір мен қосымша. Біз бұл тақырыптан түбір мен қосымшаны жата алатын боламыз. 32-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Балалар суға түсуге келді. Көлге түсеміз, деді Самат. Жоқ, бұл көл емес, көлшік, деді Марат. Қалай ойлайсың, олар көл және көлшік сөздері үшін неліктен айтысты? Өйткені көл үлкен су, ал көлшік кішкентай су. Шек қосымшасы сөзге кішірейту мағынасын береді. Сондықтан Марат оның көл емес, кішкентай екенін айтып отыр. Екеуі сондықтан да сөзге келіспей бір-бірімен айтысып қалды. Келесі 33-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, мәтінді көшіріп жаз. Мектепте шахмат үйірмесі бар. Біз сол үйірмеге қатысамыз. Біз шахматтан болған жарыста бірінші орын алдық. Мұнда біз мектеп деген сөзге те қосымшасын, үйірме деген сөзге с қосымшасын және де үйірме сөзіне ге қосымшасын, сонымен қатар жарыс деген сөзге та қосымшасын жалғап, осы мәтінді аяқтап шықтық. Енді осылай қатесіз дәптерге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Келесі 34-ші жаттығу. Қайсысы түбір, қайсысы қосымша екенін дәлелде. Түбір сөздер тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Ал қосымшалар дық, тік, шылар, дер, дай, дей. Ал енді бұларды қалай ажыратқанымыз туралы тоқтала кетсек, түбір сөздер, яғни тау, теңіз, су, үлкен, жуан сөздері жалғыз тұрыпта мағына бере алады. Ал қосымшалар дық, тік, шылар, дер, дай, дей, бұлар өздері жеке тұрып ешқандай мағына бермейді. Тек қана түбір сөзге жалғану арқылы сөздік мағына береді. Сондықтан да қосымшалар осылар болып, ал түбір сөздер тау, теңіз, су, үлкен, жуан болып саналады. Осылай дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі шығармашылық үзіліс 35-ші жаттығу. Бұлттардағы буындар мен сөздерден жұмбақ құрастырып жаз, шешуін тап.
Бұл жерде допты алып құлға, дәл түсірген торға деген жұмбақ шығады. Бұл жұмбақтың жауабы баскетболшы. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийға жазып сұрай беріңіздер. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.